Сәлем достар, сіздермен бірге бұл тең бүлдіп арнасы арнаға тіркелуді ұмытпаймыз. Бүгін біз Килиан Мбаппе туралы сөйлесейік. Килиан Мбаппе алдыңғы жылы Реал Мадридке қызығушылығын пайдаланып Реал Мадридті лақтырып кетті. Пари Сен-Жерменнің керемет келісім шарты және енді басты футбол кентте өмірі ертеге ұқсайды. Енді біз оның қалай өмір сүретіні туралы сөйлесейік. Килиан Мбаппе қазіргі уақытта білесіздер Пари Сен-Жерменнің ең мықты ойыншысы деп саналады. Лионель Месси және Неймар кеткеннен қазіргі уақытта Килиан Мбаппе ең көп жалақы алатын ойыншылардың бірі. Жылына 128 миллион еуро алады. Соңғы уақыттарда жалақы бойынша Килиан Мбаппе екінші орынға түсіп қалды. Криштиану Роналду Сауд Арабиясында майлы келісімшартқа кетіп жасөспірімді бірінші қатардан жылжытып тастады. Дегенмен француз шабуылшысы бұған ренжулі емес. Өйткені оның табысы беделімен төмендеп қалған жоқ және ол Еуропада қалды. Килиан Мбаппе білесіздер қазіргі уақытта Франция президентіне сөз өткізе алады және қазіргі уақытта Килиан Мбаппе 128 миллион доллар алатын есептелінеді. Бұл сомаға ойыншының PSG-дағы жалақысы және демеушілер төлемдер кіреді және жеке командалық жетістіктер үшін қосымша 300 миллион еуроды алады. Жасөспірім бизнесінде ол бұл үшін тым жас болған үшін және ол футболға батырылады. Кейде жұлдызды француз жарнамадан табыс табады, алайда онан түскен кірісті шабуылшының мансабының басынан бастап алған спорттық жалақысымен салыстыруға болмайды. Килиан Мбаппе айтады: "Мен футбол атақтарын үнемі маңызды матчтарда менің ең жақсы екенімді және бақытты болатынымды да көресіздер. Мен ойнап жатқан командам үшін барлық нәрсе жасауға дайынмын", деді француз шабуылшысы. "Мен сонда қараймын, бірақ оның отбасымен ерекше алаңдаймын. Екі қабатты үй Франция астанасына беделді аудандарда орналасқан және қазіргі уақытта Франциядағы ең бай адам деп саналады. Оның қазіргі тұрып жатқан үйі де керемет. Ол басында үйді жалға алып, содан кейін оны сатып алуға тырысқан. Қазір біз сіздерге Килиан Мбаппенің тұрып жатқан үйін көрсетеміз. Қазіргі тұрып жатқан үй тұрғын үй 12 жатын бөлмеге тең террасамен және тіпті ашық аспан астындағы жакузимен жабдықталған. Корольдік жөндеуден басқа Килиан терезеден тікелей Эйфел мұнарасында көре алады. Шам де Марсқа әдемі көрініс береді. Бір қызығы, футболшы алдымен бұл үйді жалға алады, содан кейін сатып алады. Басында Килиан Мбаппе бұдан жақсы үй табамын деп ойлаған, содан кейін осы үй өзіне ыңғайлы болған соң осы үйде қалады болып шешті. Килиан Мбаппе сол үйді өз уақытында отбасының көмегісіз 10 миллион еуроға да сатып алады. Мбаппе отбасы оның атынан Мадридтен ойыншы ауысқан жағдайда көшетін үй сатып алғанын айтты және қазіргі уақытта ол туралы хабарларды жоғалып кетті. Мбаппе өзінің мансабының басында жалақысының өсуіне пропорционал түрде шығындардың көбеюіне біледі және қарапайым француз оған керемет көліктер қажет емес екенін біліп айтатын. Килиан Мбаппе машинаға қызықпаған және тек қана футбол ойнауды армандаған және жақсы жерде өмір сүруді армандап жүрген. Содан кейін футболшы бара-бара көліктерге де қызыға бастаған. Килиан Мбаппенің қазіргі уақытта көп көліктері бар. Олардың бірі 700 ат күші бар. Бұл суперкардың капотының астында $500 миллион Феррари футболшының гаражынан ең қымбат көлік болып саналады. Бұл көлікті Килиан Мбаппе бос уақыттарында айдап тұрады. Неде Мерседестен 134 мың жасыл ақшаға элиталық минивердегі бар. Теледидардар және басқа да сәнді заттар. Сонымен қатар Килиан Мбаппе кейде неміс талғамайтын Volkswagen көліктеріне де қызығатын. Және ол көбінесе Volkswagen көліктерін айдап және жүргізушімен айдайтын болады. Оның құны 120 мың тұрады және ықшам Tiguan 60 мың флоттағы тағы бір үлгі ниндзя тасбақалары Volkswagenді ақшаға сатып алады және оны $180 мың сатып алады. $80 мың әдетте Еуропада мұндай автомобильдер елде саяхаттау және саяхаттау үшін пайдаланылады. Сонымен қатар Мбаппеде Range Rover, Audi Q3 және бірнеше басқа машиналар бар. Килиан Мбаппенің көліктерінің ең қымбаттыларының бірі бұлар емес және ол келісімшартқа отырғаннан кейін PSG президентіне өзіне жеке ұшақ сатып алуын ұсынады. Франция президенті оған $7 мың жалға алады. Ол ұшақтың уақыты әр сағатына $7 мың алады. Килиан Мбаппе қазіргі уақытта ең танымал футболшылардың бірі, тіпті Месси Роналдудың танымалдылығының деңгейіне француз әлі өскен жоқ. Алайда Instagram парақшасында да көп оқырмандары бар. Қазіргі уақытта Неймардан кейінгі орында тұр. Қазіргі уақытта 95 миллион жазылған. Бұл Мбаппенің сенімді көрсеткіші. Бүкіл әлемге танымал және жақсы көрінетін форвард 2022 жылы тек футбол аңызына ғана емес, сонымен қатар брендке айналады. Килиан ең танымал француздар рейтингінде 4-ші орынды алады. Футболшы, әнші, астронавт және актерлерден кейінгі 2-ші орында.
PSG шабуылшы сонымен қатар бақ көшбасшыларының бәрі болып табылады және Катарда өткен әлем чемпионатында жарқын өнер көрсетті. Форвард 2022 жылы тек футбол аңызына ғана емес, сонымен қатар брендке айналады. Килиан ең танымал француздар рейтингінде 4-ші орында алды. Футболшы, әнші, астронавт және актердан кейінгі екінші болды. PSG шабуылшы сонымен қатар бақ көшбасшыларының бірі болып табылады және Катарда өткен әлем чемпионатындағы жарқын өнері Мбаппеге оның айналасында шоғырлануға және одан көп түрлі мүмкіндіктер берілді. Дегенмен спортшының жұлдыздық мәртебесі тым фантазиясын қолданады. Килиан Мбаппе айтады: "Тек мен өзімнің фанаттарым үшін ойнаймын және әртүрлі кубоктарды жеңгім келеді", дейді Килиан Мбаппе. Егер сіздің жүзіңіз бүкіл әлемде, бүкіл қалада жыбылықтаса, бұл белгілі бір мәртебе береді. Бірақ мені басқа адамдардан артық іздегенім жоқ және мен әшейін ғана футбол ойнап жүрген ойыншымын, дейді. Біздің бүгінгі кейіпкеріміз қайырымдылыққа қыруар ақша жұмсайды. Килиан науқас балаларға, мүгедектерге және әлеуметтік жағынан аз қамтылғандарға көмектеседі. Ол Франция құрамасына ойнағаны үшін барлық голдары және керемет нәтижелері үшін Килиан Мбаппеге Франция құрамасы 2 миллион евро берген болатын. Сол 2 миллион евроны қайырымдылыққа жұмсайды Килиан Мбаппе. Француздарды қаржыландыруға кетті және сонша ақшасы коронавирустық пандемия кезінде қаражатты айтпақшы Мбаппе бар, оның қамқорлығына және барлығына береді. 98 футболшының балалары бар, өзінің қайырымдылық қоры бар. Килиан сонымен қатар жас ойыншыларға арналған мотивациялық кітап шығарады. Онда ол жерден кеткен балалар туралы айтады. Және қазіргі уақытта Килиан Мбаппе мықты футболшылардың қатарына кіреді. Неге десеңіздер, ол Франция құрамасында көп голдарды соққан. Және болашақ чемпион спортшылар отбасында дүниеге келді. Оның анасы да спортшы. Анасы гандболмен кәсіби түрде айналысқан, ал әкесі оның бірінші футбол жаттықтырушысы болды. Килиан бірнеше ағалары және әпкелері бар. Олардың барлығында футболға құмар туыстары әлі дейін бар. Барлығы Килиан Мбаппені қолдайды. Оның әкесі оның агенті болды. Маңызды келіссөздер жүргізеді және шешімдер қабылдауға көмектеседі. Анасы ұлының әсерлі қаржысын бақылайды. Оның жеке өміріне қатысты ол осы тақырыпта тарауға және әлеуметтік желілерде өсиетті жаңа фотосуреттерді орналастыруға ұнатады. Килиан Мбаппенің танымал болуына қызықтырады. Килиан Мбаппе бірақ танымал болуды онша жақтыра бермейді. Килиан Мбаппе командаластарымен жақсы қарым-қатынастар болды және олармен тату-тәтті болды. Бірақ Килиан Мбаппе келісім шартты ұзартқаннан кейін өздері бастады және жұлдыздық ауруына шалдыққан сияқты. Ол Неймармен тығыз қарым-қатынаста болды, бірақ бір сәтте жігіттердің арасында қара мысық жүрді. Бәлкім теңестірудің себебі көкпаршылар Борис рөлі үшін бәсекелес болса, 180 миллион евроны ойыншы үшін бұл тым басқаша болды. Килиан Мбаппе әлем чемпионына жеңіп және Францияда 5 рет Франция кубогын жеңіп алды. Килиан Мбаппе PSG сапында 260 матчқа қатысып, 203 гол соғып және 96 нәтижелі пас берді. Еуропаның барлық дерлік елдері топ клубтардың шабуылшының алғысы келеді, бірақ футболшы Испанияға баруға жақын еді, бірақ Испанияға барғысы келмеді. Спорттық және жеке көзқарасты бойынша менің елімді тастап кету қате болар еді. Мүмкін сентименталды шешім шығар, бірақ PSG-ның спорттық жобасында өзгерістер бар. Сондықтан мен Францияда қалуды шештім, деп айтады. Бүгінгі видеомыз осы Килиан Мбаппе туралы. Видео ұнаған болса, каналға тіркеліп лайк басуды да ұмытпайық. Қазақ контентін дамыта отырайық.